ауылда бір тентек бір жігіт болады. Сол ана бір имамның әйелі болады. Енді имамның әйелі сұлу болса керек. Жаңа бір тентек жігіт, ана әйелі көшеде продуктысын алып кетіп баратса, мана жігіт анау кетіп баратқан әйелге өзінше алыстан сықырады екен де, жаңа өзінше сықырып, ей, имамыңды тастасайшы, маған шықсайшы тұрмысқа деп. Сөйтіп тиісіп қояды, тентек та енді. Сөйтіп, ана әйелі барып, күйеуіне барып айтады, пәленше деген маған тиісіп жатыр, қайта-қайта болмайды. Бірінші рет айтпай-ақ қойын деп едім, бірақ болмағаннан кейін айтып тұрмын, отағасы деп айтады. Сол кезде ана күйеуі имам айтады да, сен оған айтсайшы, 40 күн бойы мешітке келіп, парыз намазын оқитын болсаң тием деп айтпадың ба дейді. Сосын әйелі қойшы сен де бір деп. Енді күйеу де біледі да, тентек. Сөйтіп, жаңағы әйелі бір күн далада кетіп баратса, жаңағы жігіт қайтадан тиісіп атып өзінше. Сөйтіп, манағы әйел айтады, егер менің саған тұрмысқа шыққанды қаласаң, 40 күн бойы намазға барып, жамағатпен намаз оқитын болсаң, мен ойланам дегендей қылады. Субханалла, манағы жігіттің басына ой келеді ме? Бір күні имам таң намазына барса, жаңағы жігіт шығар. Сөйтіп, манағы жігіт анаған қарап, бір-бірлеріне қарап, маған жаңағы Ресейдің имам айтып жатыр да, Дағыстанда. Сөйтіп жаңағы екеуі намаз оқып алады. Келесі намазға құптан намазына келеді. Қамайды. 40 күн бойы да, субханалла, арты, соның басына тақия киетін болып кетті дейді соны. Арт жағына қарай серьезный бола бастаған ғой. Сөйтіп жаңағы әйел айтады, менің әйелім айтып берді дейді. Көшеде көріп қалған ғой жаңағы жігітті. Сосын айттым дейді, ей жігіт, мен алам дегенің қайда деп айтып келетін дейді. Манағы жігіт маған қарады, жаңағы менің әйеліме қарады да, аузу билля, имамның әйелісің ғой, ұялмайсың ба деп. Субханалла, осындай сөз айтып кетіп бара жатыр дейді ғой. Енді айтайын дегенім бауырлар, Алла тағала бар ғой, жүректі бұра салады да. Алла тағала муқаллибал құлуб, жүректі алды да бұра салды да. Сондай негізінде көп деген сондай бұзық жігіттер болған ғой, бұл мысалға енді қазір анау-мынау демей қойып, бірақ біздің араларымызда да бар, баяғыда бұзық болған, тентек болған, баяғыда сондай едік па, аузу билля, астағфирулла, Алла сақтасын деп сөйтіп әлі өкініште жүрген қаншама өзінің арамызда да жігіттер бар да. Бір қарап отырсаң күлкілі, бірақ өзіміздің басымыздан өткен да. Қазір сондай болғаныңа сенбейсің да қазір ше, мысалға Алла деп отырасың. Сол үшін де бұл жерде жүректерді өзгертетін Аллах субханаху ва тағала.